Қияметте дейді, неге жауап бересің, соны айта аласыз ба өтініш дейді. Пайғамбарымыздың хадисінде келеді бұл. Алла берген өмірі, уақытысы, денсаулығы, тапқан табысың жауап бермейінше бір сантиметр аяғын қозғалмайды дейді. Бір қозғалмайсың орнынан. Сондықтан соның ішінде Құдайдың ең берген уақыты, адамның өміріндегі ең қымбат уақыт, бұл ең қымбат дүние ол уақыт болады. Біз жаңа денсаулық қымбат деп қоямыз ғой, бірақ денсаулықтан қымбат нәрсе бар, ол уақыт. Кеше 31 болды. Жаңа жылды айттық, қарсы алдыңыздар, қарсы алмаңыздар, әйтеуір келді. Енді сол кешегі күн бүгін қайтып көрілмейді, болды кетті. Көрдіңіз ба? Сондықтан адам өмірінде ең қымбат нәрсе уақыт. Біреуіңізде 20 жыл, біреуіңізде 30 жыл, біреуіңізде 40 жыл өмірлеріңіз өтіп кетті. Алдымызда сонша өмір бар ма? Ешкім білмейді. Адам өмірі 3 күннен тұрады, деді Абдулла ибн Аббас. Біріншісінде айтты, ол кешегі күн деді, ол өтті кетті деді. Бүгінгі күн деді, қазір тұрмыз, міне мен сізбен сөйлесіп тұрмын. Ертеңгі күн дейді, оны кім келеді, кімге келмейді, оны Алла біледі. Осы хадисті оқыған Бұхар Жырау атамыз, ол нағыз қазақ болған, нағыз мұсылман болған. Сол атамыз бүйтіп бізге сол хадисті арабшасын айтпай-ақ қазақша мына сөзді айтты. Өмірдің басы бала, ортасы адам, қартайып, күшін кетіп кетті шамаң, мақтаған өмір осы болса, 3 ауыз өлеңмен болды тәмам деді. Сондықтан міне бітті өмір. Сол үшін ардақтылар, өміріңіз бар ма? Ілім қуыңыз, жастар әсіресе білім қуыңыз, отанға пайдалы болыңыз, әйтеуір не керек, ата-анаңызға қызметін қылыңыз, жақсы сөз сөйлеңіз, жақсы комментарий жазыңыз, жазбасаңыз үндемей-ақ қойыңыз, кітап оқыңыз. Қашан кітап оқып едік? Кітапты алып, оқып, бір-бірімізге пайдалы нәрсені үйренейік, ардақтылар. Осы нәрсе қайтып келмейді. Телефон жауап бүйтіп, Инстаграмды бүйтіп, свайп жасай бергеннен ештеңе ақыл жиналмайды. Қанша уағыздасаң да білімің көтерілмейді. Кітап оқу керек. Информация ғана ала аласыз, болды. Мен сіздерді сол білімге, ілімге ғана тарғип беріп жатырмын. Оқыңыздар. Мені тыңдай бергеннен үй шықпайды. Басқа ұстазды тыңдағаннан бәрібір не болып кетпейміз. Оқу керек. Кітап алып оқыңыздар. Бір жылда бір бәленше кітап оқиын деп мақсат қояйық, ілім қояйық, білім қояйық, сол маңызды нәрсе. Подписаться дегенді басып қойыңыздар. Алла разы болсын.